Облыстық ассамблеяның есепті кездесулері басталды. Этномәдени бірлестік өкілдері жыл бойына атқарған жұмыстарын саралап, болашаққа жоспар түзеді. Масис Армян этномәдени бірлестігі өңірдегі ең ірі ұйымдардың бірі. Бірлестік мүшелері осы аралықта түрлі қоғамдық іс-шаралар мен қайырымдылық бастамаларға ұйытқы болды. Жылды қорытындылау жиынына облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов қатысты. Өткен жылы этномәдени бірлестік тарапынан біраз жұмыс атқарылған. Бірлестік мүшелері қоғамдық мәдени шараларды ұйымдастырып қана қоймай, қайырымдылық бастамалардың басы-қасынан табыла білді. Бүгінде мемлекет көпбалалы отбасылар мәселесіне ерекше назар аударып отыр. Осы орайда ассамблея мүшелері де оларға көмек қолын созуға дайынбыз дейді. Бұл уақытта этномәдени бірлестік арнайы жұмыс жоспарын жасақтайды. Оның аясында көмекке зәру отбасылар анықталып, қамқорлыққа алынады. Этномәдени бірлестік құрамында жеке кәсіпкерлер көп. Олар мұқтаж жанұяларды аяқтай аралап, қажет көмек түрін көрсеткен. Бірі азық-түлікпен қамтыса, енді бірі ақшалай қол ұшын берген. Ал жеке кәсіпкер Александр Мотивасян жұмысқа орналасуға жәрдемдесіпті. Айтуынша, бұл жағдайы төмен отбасылар үшін әлде қайда тиімді. Мы, армяне, очень упорный народ. Армяндар мен қазақтар табанды халық. Қос ұлттың достық тамыры тереңде жатыр. Қиын қыстау кезеңде демеп, барымен бөлісті. Ол жақсылығын ешқашан ұмытпаймыз. Сондықтан қолға алған әр істің қоғамға, ортақ отанымыз Қазақстанға пайдасы тисе екен деп тілейміз. Есеп беру жиында бірлестік мүшелеріне нәтижелі жұмыс пен белсенділігі үшін алғыс хаттары табыс етілді. Назерке Тоғжан, Рүстем Исжанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.